Армысыздар, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Мен Қазалы ауданы Бекарыстан би ауылындағы номері 24-ші орта мектептің 9-шы сынып оқушысы Мақсұтова Медина Рақышқызымын. Менің отаныма, менің басамым шығармашылық жобасының Қазақстан жаңа есімі номинациясы бойынша өз жұмысымды ұсынамын. Бүгін сіздерге ұлттық руханиятымыздың шырақшысы, көне мен жаңаның алтын көпірі болып жүрген ауылымыздан шыққан ғалым Өтемісова Гүлмира Жеткелгенқызы туралы болмақ. Жобамыздың тақырыбы ескерген сөздерді ескерген ғалым. Бұл тақырыптың маңыздылығы неде? Бұл тақырыптың маңыздылығы тіліміздің тарихын білмей, болашағымызды бағамдай алмаймыз. Жобамыздың маңыздылығы Қазақстанның дамуына елеулі үлес қосқан тұлғалардың бірі Өтемісова Гүлмира Жеткелгенқызының ғылым жолында жасаған еңбегін оқушыларға және білімге құштар қауымға дәріптей отырып, білімге құштарлығын арттырамыз. Жобаның міндеті Өтемісова Гүлмира Жеткелгенқызының өмір жолын зерттеу, ғылымдағы жетістіктерін жинақтау және талдау, ғылыми тұжырымдамаларын жүйелеп жеткізу. Жобаның мақсаты ғалым Гүлмира Жеткелгенқызының қазақ тілі білім саласына сіңірген еңбек жолдарын зерттеу және дәріптеу. Кез келген жетістіктің артында үлкен еңбек пен оған қалыптасу жолы жатыр. Ғалымның өмірі ізденіске толы. Өтемісова Гүлмира Жеткелгенқызы 1983 жылы 6 сәуірде дүниеге келген филология ғылымдарының кандидаты, доценті. 2000 мен 2005 жылдар аралығында Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің филология факультетінде қазақ тілі мен әдебиеті және шет тіл пәндерінің мұғалімі мамандығы бойынша бітірген. 2006 мен 2009 жылы аспирантурада оқыған. 2009 жылы филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алған. Бүгінгі күні Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ассистент профессор қызметін атқарады. Қазақ тілі оқытушыларға арналған халықаралық бірлестігінің мүшесі, Қазақ ұлттық құндылықтар академиясы мүшесі, республика халықаралық олимпиадалардың ұйымдастырушысы және жетекшісі. Гүлмира Жеткелгенқызының қажырлы еңбегімен келген нәтижелеріне назар аударсақ, 100-ге тарта мақаласы халықаралық конференция жинақтары мен ғылыми журналдарда, 2 монографиясы, 15 мақаласы Көксом басылымдарында, 5 мақаласы Web Science, Scopus басылымдарында, 3 түсіндірмелі сөздік, 5 оқу құралдары жарық көрген болатын. Енді осы Гүлмира Жеткелгенқызының қазақ тілінде көнерге аталымда ұлағат атты кітапты сіздермен таныстыратын болсам, бұл жерде кітаптың ішінде көнерге сөздерді осы жерге жазып қойған болатынмын. Бұның ішінде Мақсұт деген сөз ол менің тегім. Осы кітаптың ішінде тегімді көрген кезде қуанып осы кітапты соңына дейін оқып шықтым. Менің тегім мақсат ойға алған іс деген мағынаны білдіреді екен. Және бұл кітапты сіздерге ұсынамын. Бұл кітаптың ішінде сіздер өздерің көнерген сөздерді білесіздер және өздерің тектеріңізді, есімдеріңізді білесіздер. Гүлмира Жеткелгенқызының Қазақстанға қосқан үлесінің маңыздылығын айтатын болсақ, ағылшын тілі бойынша бегинер деңгейіне арналған оқу құралы, қазақ тілі және ұлттық құндылықтары шетелдік студенттерге арналған кешенді оқу құралы бар. Қазақ тілінде В2 деңгейіне арналған шетелдік студенттерге, шетелдік азаматтарға арналған кітаптар жарық көрген болатын. Енді ескерген сөздер қайда өмір сүреді? Тарихи шығармаларда, түсіндірмелі сөздіктерде, шетелдегі қандас қазақтардың тілдерінде өмір сүреді. Көнерген сөздер 4 тілден енген қабаттары анық байқалады. Олар араб, парсы, моңғол, орыс тілдері. Осы жерде статистикасы бойынша берілген. Көнерген сөздер жаңғырып қайта қолданғанмен, атауы сол күйі сақталғанмен, қолдану аясы өзгереді. Мысалы, бұрын сауыт, батырдың қорғаныш киімі болса, қазір сия сауыт, көздір сауыт болып қолданылып жүр. Енді біз жобамыздың ең маңызды тұсына да келіп жеттік. Ол Гүлмира Жеткелгенқызының практикалық жұмысы. Гүлмира Жеткелгенқызы тек кітапханада емес, аудиториядан нағыз ерлік жасап жүр. Ол шетелдік студенттерге ескерген сөздер мән-мағынасын ашты. Солай шетелдік студенттер қазақ тілін сүйіп қалды. Енді Гүлмира Жеткелгенқызының сынып жетекшісі әрі аяулы ұстазы Еркінгүл Жақсылыққызымен сұхбатты қарсы алыңыздар. Гүлмира Жеткелгенқызы мектепте өте белсенді оқушылардың бірі болды. Ол мектепте сыныптың ішінде көшбасшы ретінде танылып тұрады. Гүлмира Жеткелгенқызының өзімен де сұхбатта болдық. Ата-ана үмітін ақтадым деп ойлайсыз ба? Әрбір ата-ана баласы қанша жасқа келсе де үміт күтеді ғой. Мен де кішкентай кезімде ата-анам ғалым келе жатыр, ғалым қызым деп ерекше құрметтеп сеніммен қарайтын. Осы жасыма дейін мен ата-анамның сол бүкіл үмітін ақтадым деп ойлаймын. Енді қорытындай келе, көнерген сөздер жай ғана ескі сөздер емес,
Олар халықтың тарихы, дүниетанымы, салт дәстүрі, ұлттық болмысы. Сондықтан оларды сақтау, ұлттық құндылығымызды сақтау деген сөз. Енді ұсынысым, Гүлмира Жеткеленқызының еңбектерін насихаттау барысында жас зерттеушілер клубы ашылса, оқушыларды ғалымдармен жүздестіріп, танымдық кездесулерді тұрақты түрде өткізіліп тұрса, мектеп ішінде көнерген сөздерге қызығатын оқушыларға арналған байқаулар, жарыстар өткізіліп тұрса. Назарларыңызға рахмет.